Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевқа Маңғыстау облысының әкімі Қилыбай Нұрдәулет Игілікұлына, Қазмұнайгаз акционерлік қоғамының басқармасы бас директоры Асхат Қасаевке, Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамының бас директоры Үмет Кулчанға үндеу. Бүгін мамырдың 20-сы 2026 жылы Сим тасымал компаниясы жұмысшыларына жауапкершілігі шектеулі серіктестік Қазақтан акционерлік қоғамының Маңғыстаумұнайгаз Ойл Сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жеңіл көлікпен қызмет көрсетіп отырған жұмысшыларымыз. Сим тасымал компания жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшылығы жұмысшылардың құқығына өрескел бұзуда, атап айтқанда Сим тасымал компаниясы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мекемесінің 2025 жылы желтоқсан айында жұмыс басталды. Біздің айлық жалақымыз және де әлеуметтік жағдайымызға көтеруіне 3 ай мерзім сұрады. Алайда осы уақытқа дейін біреудің берген уәделеріне орындалмады. Біздің қазір таңда талап айтқанда айлық жалақымыз және әлеуметтік жағдайларымыздың Бозаш Тараз құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мекемесінің теңестіруге және қосуын талап етеміз. Талап етеміз бе?